Бәріне сәлем. Бүгін Жанель, Индира, Айзере, Нұрхан және Аружан манипуляция тақырыбы төңірегінде сөз қозғаймыз. Ең әуелі әркім манипуляция туралы өзінің пікірімен бөлісе кетсе. Менің ойымша манипуляция бұл адамның өз ниетін бетке айтпай, оны бір жасырын формада ықпал етуі. Бұл манипуляциялар біздің өмірімізде күнделікті кездеседі, бірақ әрдайым байқала бермейді. Меніңше манипуляция кез келген қарым-қатынастың формаларында, түрлерінде кездесе береді. Отбасында, ерлі-зайыптылар, достық немесе іскерлік қарым-қатынаста барлық жерде манипуляцияның сан қилы түрлерін біз пайдаланамыз. Оны біз өзімізде байқамай жатамыз. Бұл жерде мәселе сол ықпалдың өзінде емес, яғни сөз арқылы жасалған ықпалдың өзінде емес, ықпалдың қалай, қаншалықты жасалғанда және саналы түрде жасалғанда деп ойлаймын. Менің ойымша бүкіл ықпалды манипуляция деп айту дұрыс емес. Себебі манипуляция деген ол адамның мақсатына және оның ниетіне байланысты деп ойлаймын. Әсіресе мысалы бір адам манипуляция қолданған кезде оның түпкі идеясы басқа болуы мүмкін. Сол үшін әр ықпалды манипуляция деп айту дұрыс емес деп ойлаймын. Менің ойымша манипуляцияның тағы бір қасиеті ол жасырын түрде болуы. Қамқорлық, эмпатия, махаббат кейпінде жасырылып, сондықтан басқа адам оны манипуляция деп сүбейде қалады. Осы өзекті мәселені жан-жақты қарастырып, тұлғааралық қарым-қатынастардағы манипуляция түрлерін талқылайтын боламыз. Ендеше алдарыңызға біздің кейсіміз ретінде «Жауап бер» фильмінің үзіндісін ұсынамыз. Почему ты не сказал мне, что они приезжают сегодня? Я говорил тебе. Когда? Сегодня за завтраком, вчера за ужином. Ведь ты меня не слышишь. Не начинай, а? Олай емес пе? Самолетке билет, шетелдегі отельдерді брондау. Мінекей, квартираңды алдым. Ремонты қаншама. Квартплата барлық жағдайында проблемаңды мен шешіп жатырмын. Сен болман, мен сіз ештеңеге келмейді. Не олай, жас. Өтірік па? Сендер менсіз не істей аласыңдар өзі? Жанар, сен идеальный емессің. Бұл өмірде мінсіз адам жоқ. Бірақ сен неге менімен бақталасасың? Сен неге күйеуіңе бойын сұнбайсың? Әйел емессің бе? Ал бұл сенің күйеуің. Күйеуім. Күйеуіңмін. Официально болмаса да, 10 жыл бірге тұрып жатырмын, сондықтан мен сенің күйеуіңмін. Сен менің әйелімсің. Сен давно уже еркек емессің. Бұл үйдің еркегі мен. Ал сен? Қатынсың. Жалуызды, аузыңа еліп оттай бермей. Үндемеген сайын әбден басқа шығып бітті ғой сен. Еркек сыйлай бермеген оңбаған. Сен шаршап келгенде. Үйдің шаруасын бәрін бітіріп, келмесін жүрдің ғой. Жұмысыңа карьераңа кедергі болмасын деп, мен сен үшін бүкіл өмірімді арнадым ғой саған. Өтірік! Неправда, это неправда. Ты не делал все это ради меня, ты сделал это ради себя. Вы все вот говорите, что я что-то делаю не так, чего-то не додаю семье. А мне сенің 10 жыл бойы жалғыздыққа әбден үйренген адамға семья құра салу оңай деп пе? Онда болса 10 жыл күтіп жатсаң, значит саған бәрі ұнады ғой. Әрі сұрайды етті. Ал сен 10 жылда сәкен үйленейік деп бірауыз айттың ба? Әйеліңмен ажырасып айттың ба? Жоқ. Өйткені Сен ондай өмірді өзің таңдап алдың. Алдың ба? Жан, мен әйелмін. Ал енді жаңа ғана қарап өткен үзінділерге қарайтын болсақ, сіздердің өміріңізде бұндай жағдайлар көп кездесетініне мен сенімдімін. Мысалы, бұл сөздердің артында не жасырын деп ойлайсыздар? Социалдық нормалар арқылы манипуляция бұл манипуляцияның ең жасырын түрлерінің бірі деп айта аламын. Бұл манипуляция социалдық нормалар арқылы жүреді. Мысалы, сен қызсың ғой, сен ұлсың ғой, немесе сен әйелсің ғой, сен еркексің ғой, сен баласың ғой деген сөздер арқылы. Сіздердің нормаларыңыз және сіздердің әлеуметтік жағдайыңызға байланысты сіздің дәрежеңізге бағытталған. Мысалы, жаңа ғана қарап өткен фильмнің үзіндісіне қарайтын болсақ, бұл жерде күйеуі әйеліне мен еркекпін ғой, сен мені тыңдау керексің, сен маған бағыну керексің деген сөздерін айтады. Бұл таза манипуляцияға жатады. Себебі ол өзінің еркек деген жынысына ғана қарай өзін биік позицияға қойып тұр. Бұл мен кім екенім маңызды емес, менің жынысым ғана, менің іс-әрекеттерім маңызды емес, мен тек еркек екенім ғана маңызды деген позиция. Ал енді оның әйелінің жауабына қарайтын болсақ, ол сен еркек емессің, бұл үйде еркек мен, ал сен қатынысың.
сенің еркектігіңнен күтіп қалмады деген сөздерге қарайтын болсақ, бұл да таза манипуляцияға жатады. Себебі ол оның еркектігіне басып, оны да адам құқылы көрмей, тек қана әлеуметтік нормаларға сай еркек деген статусына ғана басып тұр. Бұл жерде екі жақта бір-бірін тек құрал секілді қабылдап, бір-бірінің отбасы екенін ұмытып, тек қана социалдық нормаларға бағытталған жағдайларға ғана сүйеніп тұр. Келесі жағдайды алатын болсақ, бұл келін мен енесінің арасындағы диалог. Бұл жерде енесі келініне сен мінсіз емессің, неге сен маған қарсы шығып тұрсың деп бетіне басып тұр. Бұл жерде енесі өзін келіннен биік қойып тұр. Бұл жерде иерархиялық манипуляция жүріп тұр. Ол келіннің өзінің бағалау сезімін түсіру арқылы манипуляция жүргізуін оңайлатқысы келеді, және сондықтан оны сен мінсіз емессің, сенің де өзінің кемшіліктерің бар деп түсіне басып тұр. Сондықтан бұл да манипуляция түріне жатады. Ал енді үзіндінің басындағы ерлі-зайыптының кикілжіңінен зер салатын болсақ, әйелі күйеуіне неліктен туыстарының келетіні жайлы ескертпегенін сұрақ қойып қояды. Күйеуі оған нақты жауап берудің орнына мен саған ескерткенмін, таңертең де кешке де сен өзің оны ұмытып қалдың деп жала жабады. Бұл кейсте негізінен газлайтинг деген манипуляцияның түрі айқын сипатталған секілді. Себебі газлайтинг деген өзі табиғатынан адамға болмаған жағдайды, яғни баламалы бір шындықты айту арқылы сол басқа адамның өзінің бір әрекетті жасағаны не жасамағаны, бір нәрсенің болғаны немесе болмағаны туралы күмәнмен қарауға итермелейтін бір манипуляцияның түрі. Газлайтингті мен өз басым ең сұмпайы әрі сорақы манипуляция түрі деп қабылдаймын, себебі сол арқылы адамды есінен алжастырып жіберуге болады. Адам өзінің жасағанын, өзінің айтқан сөздеріне күмәнмен қарай бастайды, және келешекте сол яғни болмаған шындыққа сәйкесінше әрекет жасауға тырысады. Шынымен де ол адам ештеңені ұмытпаған болса, тек қана оған манипулятор сол ойларды, яғни санасына шығармап байлап тастаса, бұл ұстанымдарды, онда жаңағы манипуляцияға түсіп жатқан адам сол баламалы шындықта өмір сүре бастайды, және сол нәрселерді, яғни өзі айтқан нәрселерді есіне сақтамағанына кінә сезімін де жаңағы сезіне бастайды. Яғни газлайтинг бұл өзге манипуляцияның түрлеріне апаратын бір көпір секілді. Енді манипуляцияның ең көп кездесетін және де өзімізде өмірде көретін бір түрі ол эмоционалды манипуляция. Біріншіден эмоционалды манипуляция дегеніміз ол адамның логикасын өшіріп, оны эмоция арқылы өзінің мақсатында манипуляциялау, қолдану деп айтылады. Яғни эмоционалды манипуляцияның екі басты түрі бар. Ол құрбан рөлін ойнау және де кінә сезімін біреуге арттыру. Бұл екі түрі көбінесе бірге жүреді. Енді бөлек-бөлек алсақ, құрбан рөлін ойнау. Ол көбінесе өмірде көп кездеседі, және де жаңағы үзіндіден қарасақ, бір еркек өзінің әйеліне айтады: мен сенің мансабың үшін, сен жұмысың үшін бәрін жасадым ғой, неге сен мені бағаламайсың, мен бәрін істедім деп өзінің позициясын төмендету арқылы оған кінә сезімін береді. Сол арқылы бұл таза манипуляция екенін көріп тұр. Және де бұндай манипуляциялар өмірде де көп кездеседі. Мысалы,
ата ана баласына енді бізді сатыңдар, біз сендерге осынша қанша жасадық қой, неге бізді бағаламайсыңдар деген сияқты өзін құрбан ретінде көрсетіп тұрады, кінә сезімі беріледі. Сол үшін осы манипуляция түрін ажырата білу өте маңызды. Иә, осы фильмде айтылып өткендей, манипуляцияның ең көп таралған түрі өзгенің тұлғалық сезімін және өз-өзін бағалау сезімін төмендету. Яғни осы фильмде айтылып өткендей, сен менсіз ешкім емессің, сен қолынан ештеңе келмейді деген сияқты сөздер айтылды. Яғни бұл жерде адам өзінің сезімдеріне, эмоциясына емес, яғни өткен өмірдегі фактілеріне назар аудару керек деп ойлаймын. Себебі жаңағындай сен менсіз ешкім емессің, сен қолынан ештеңе келмейді, мен сенің барлық жағдайыңды жасап отырмын деген, яғни күйеуінің әйеліне ма? Деген сөздер күйеуінің әйеліне айтылып отырғаны оның жеке тұлғалық құнсыздануына алып кетеді. Яғни әйелі мысалға сен менсіз ешкім емессің деген, мен өз бетімше өмір сүре алмаймын деген позицияға алып келеді. Келесі айта кететінім, сен қолынан ештеңе келмейді. Бұл тұлғаның өзін бағалауына әсер етіп, шынымен де ештеңе жасай алмаймын деген сезімдерін тудырады. Ал мен сенің барлық жағдайыңды жасап отырмын деген сөзі, бұл яғни жаңағы достар айтып кеткендей, құрбан, қорғаушы позициясын ұстанып тұрғандай көрінеді. Яғни мен сен барлық жағдайыңды жасап отырмын, бұл бір жағынан қорғаушы ретінде де көрінеді, бірақ өз-өзін құрбан ретінде де қойып, тәуелді етіп, яғни адамға кінә сезімін тудыру мүмкін. Мен бірінші секундтарда манипуляцияның бір түрін көрдім, ол адамдарға үстемдік ету. Біз көбінесе адамдарға қолданғанда, біз оны қамқорлық немесе жауапкершілік деп танимыз. Бірақ ол дұрыс емес нәрсе. Ол адамның психологиялық қорқынышы деп тану керек. Себебі манипуляция жасағанда ол басқа адамның өзінің сенімсіздігін сенімдігіне айналдырғысы келеді. Тіпті ең жақын қарым-қатынастарда бізде билік сезімі керек. Тіпті ең жақын қарым-қатынастарда билік сезімі болады. Және де ол манипуляция арқылы билік сезімін өзіне толтырады. Және де манипуляцияның ең жаманысы ол жақсылық. Адамдарға олардың жаман кездерде жақсы қарап, оған көмектесіп, қол ұшын созса, болашақта оны психологиялық қысым жасау үшін жасаған инвестиция деп те қабылдап тұрады. Соның нәтижесінде адамдар психологиялық қысым сезінгенде, одан шыға алмауы мүмкін. Және де өзін дәрменсіз болып сезінеді. Оның сырт көзбен қарағанда ол еркін адам болып көргенімен, оның қол аяғы жіпсіз байлаулы болып тұрады. Ал енді қорытындыға келе, бұл манипуляциялардың түрлеріне қарсы бір шешім шығаруымыз керек. Яғни сол сәтте біз аңғармауымыз мүмкін бұл манипуляция екенін. Кейін сезінгенде бәрі кеш болуы мүмкін. Егер сол сәтте сіз өзіңізге кінә сезімін сезінетін болсаңыз, сіз эмоцияға берілмей,
бірден фактіге жүгінуіңіз қажет. Яғни бұл шынымен бұл мен сондай адам екенімді білдіріп тұрма дегенде өзіңізге сұрақ қоясыз. Және өзіңіздің жетістіктеріңізді, егер сізді құнсыздандырып тұрса, өзіңіздің жетістіктеріңізді еске түсіріп, сол адамға нақты фактілерді ұсынып жауап беруіңіз қажет. Негізінен адамдардың осындай манипуляциялардың шырмауына түсетін ең басты себебі ол манипуляция туралы білімнің жетіспеушілігі деп санаймын. Көбінесе адамдар осылай сендер айта кеткендей, манипуляция болып жатқанын дәл қазір байқамауы мүмкін. Иә, мүлдем байқамай қалуы да мүмкін. Сол себепті жалпы білімді арттыру керек. Ол білімді арттыру үшін ютубтан неше түрлі осындай секілді подкасттарды қарау керек, түрлі лекцияларды қарау керек деген секілді, тіпті әлеуметтік желіде қарапайым күнделікті өзіміз қарап отырған пайдасыз видеороликтердің орнына осындай мән мағынасы бар роликтерді қараған әлдеқайда пайдалырақ. Ал енді эмоциялық манипуляцияны қарасақ, ең бастысы бұл фактілерге жүйену. Мысалы, сен адаммен сөйлесіп отқанда ең бастысы пауза арқылы ойлану керек. Сол кезде манипуляцияның ең басты жауы негізі ол қайта ойлану, пауза алу. Сол кезде манипулятор өте қиналады. Ең бастысы осы сәтті біз логикаға сүйеніп, фактілерге сүйеніп, бір шешім қабылдаған және біреуден кеңес сұраған жөн деп санаймын. Сонымен жаңағы айтып кеткендей, осындай манипуляциялардан алшақ болу үшін, мысалы, сіздерге социалдық норма арқылы қысым көрсетіп жатса, сіз ең басында өзіңіз ойлану керексіз. Бұл адам өзі адам қандай адам? Ол маған тек қана социалды норма арқылы манипуляция көрсетіп жатыр ма? Мен сенің бастығыңмын, мен сенің күйеуіңмін, мен сенің енеңмін деп, әлде бұл адам бұл статуссыз ешқандай дәреже ала алмай ма? Бұны сіз қай сәтте өзіңіз өз ойыңызда соны аңғарасыз, сол кезде сіз манипуляциядан босайсыз. Жалпы осы 96 сөздің тобықтай түйіні, бастысы логиканы қосу керек, эмоцияға қатты берілмеу қажет, және манипуляциядан алшақтаудың ең басты шешімі осы. Біздің подкастты қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Бәріне сәлем. Бүгін Жанель, Индира. Бәріне сәлем. Бүгін Жанель, Индира. Айзере. Ал енді